Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін панкейкінің рецептімен бөлісетін боламын. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді және бір жасағаннан шығады. Бізге ол үшін керегі жұмыртқа, шекер және сары май, сүт, сода, ұн керек болады. Бірінші ыдысымызға жұмыртқаны жарып алып, жақсылап араластырамыз. Үстінен шекерді қосып араластырамыз. Жақсылап араластырыңыздар. Оның үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Бір келіп кетіп араластырыңыздар. Енді оның үстінен сүтімізді құямыз. Мен қанша грамм, қанша не қосқанымды описанияға жазып кететін боламын. Сүтімізді құйып жақсылап араластырамыз. Чайный ложка соданы ұнға қосып араластырамыз. Аз-аздан салып отырып, бәрін бірден салмаңыздар. Аз-аздан салып отырып араластырамыз. Осындай теста шығу керек. Енді бұны жай қызып тұрған табаға салып пісіреміз. Мен кішкентай қылып пісірдім, себебі осылай жегенді жақсы көреді үйдегілер. Ал сіздер үлкен қылып құйып пісірсеңіздер де болады. Астын жай қойып пісіреміз, себебі тез піссе шикі болып қалуы мүмкін. Ортасына сіздер шоколад қойып пісірсеңіздер де болады. Панкейктің бірінші жағы піскен қалай білеміз деп көбісі сұрап жатады. Оны байқасаңыздар, асты піскенде бетінде пузырькі шығады. Содан білуге болады. Келесі бетін аударып пісіреміз. Пузырькі шыққаннан кейін келесі бетін аударып пісіре береміз. Міне осылай болып шығады, ортасы піседі. Баяу отта пісіріңіздер. Баршаңызға ас болсын.